Құрметті достар, биыл міне 9-шы рет күнделік шығардық. 2026 жылы жетістікке жететін адамның күнделігі. Биылғы жаңалығымыз кішкене мына биіктігін қысқарттық. Қолға ұстауға ыңғайлы шағын дүние болып шықты. Сыртындағы жазуды өздеріңіз көріп тұрсыздар. Бұл негізі кәріс иероглифіне кішкене келтірген түріміз. Сіздерге ұнайды деген үмітіміз бар. Енді ішіне тоқталайық. Ашқан кезде біз өзі бір жылдағы әдемі дәстүрлерімізді сақтаймыз. Өздеріңіз білесіздер. Бірінші бетінде күнделіктің иесінің аты жөні, байланыс нөмірі, жоғалған жағдайда біреу хабарласып ізгі адамдардың қолына түссе әкеп бере ме деген үміт. Одан кейін кіріспесінде жалпы күнделікті қалай толтырған жөн, қандай өзгешеліктері бар деген сияқты сіздерге түсініктеме. Қысқаша жылдық жоспарыңыз, бұл жерде енді тұтас бастан аяқ жоспарды жазып шығу мүмкін емес шығар, дегенмен негізгі шаруаларыңызды жазып қойсаңыз, уақыт өте келе ол толып осы бір жылдың ішінде жасалатын шығар деп ойлаймын. Ары қарай ашқан кезде жылдың басындағы сурет пен жылдың соңындағы сурет жабыстыратын екі айқарма бет бар, бір айқарма бет, екі парақ. Осы жерде астында сіздің салмағыңызды жазып қоюыңызға болады. Енді бұл өзіңіздің жеке күнделігіңіз болғандықтан, сырыңыз сияқты, ол да оны ешкім ашпайтын болғандықтан жазуға болатын шығар деп ойлаймын. Сосын жылдың соңындағысын жазасыз соңында. Басқа да көрсеткіштеріңіз болуы мүмкін. Неше рет мысалға ең көп дегенде қанша шақырымға жүгірдіңіз, немесе 10 шақырымды неше минутта жүгірдіңіз деген сияқты өзіңіздің бір көрсеткіштеріңіз болса, соны жазып қоюыңызға болады. Сосын жылдың басында суретіңізді жабыстырып, жылдың соңында мына жаққа жабыстырсаңыз, екеуін кейін салыстыруыңызға болады. Одан кейін мына жерде әр айдың басында сіз ақша жинайтын бет бар. Бұл жерге ақшаны саласыз да, мына екі бетті бір-біріне былай жабыстырып тастайсыз. Сосын оны жылдың соңында ақырын ішіне ақшасын қиып алмай, кесіп алмай, ақырын шеттерін кесіп, алып шығып, сонда мынаның ішінде біраз ақша жиналып болады. Осы ақшаны жинап, көлік алған, үйдің алғашқы жарнасын төлеген адамдар бар. Енді бұл осы айқарма бетке біз бір жол қостық. Мысалға, осы айда ең дұрыс жұмсаған ақшам және осы айдағы ең пайдасыз шығыным деген. Бұл жерге сіз енді өзіңіз ойланасыз, осы айда мен ақшаны қайда жібердім, бір пайдалы нәрсеге жұмсасаңыз, соны жазып қойыңыз болады мына жаққа. Мәселенки енді бір телефоныңыз бола тұра телефон алсаңыз, мысалға iPhone 17 керек жоқ енді, бірақ соны алып қойдыңыз. Немесе бұл жақта дұрыс шығын болса, ол сіздің жұмысыңызға пайдалы болған болса, дұрыс жұмсаған ақша ретінде жазып қоясыз да. Мына жаққа енді ең пайдасыз шығын деген кезде өзіңіздің бір көлігіңізді енді бір жер тиіп кетіп, соны жөндеткен болсаңыз, енді ол пайдасыз шығын ғой былай қарағанда. Немесе бір ақымақтықпен қымбат киім алып қойып, одан кейін оны кимей қаласыз деген сияқты бір шуба деп жазып қойық енді. Деген сияқты қылып өйстіп жазып қоюыңызға болады. Әр айдағы өзіңізге есеп беру үшін. Одан кейін әр айдың жоспары бар. Мына жақта мысалға өздеріңіз осы айда бітіретін жұмыстарым деп жазуыңызға болады. Мысалға қандай жұмыстарыңыз болуы мүмкін. Қаңтарда енді жылдың басындағы адамда қандай жұмыс болуы мүмкін? Бірдеңе сатып ала ма, бір бітіретін жұмысы бола ма, дипломын жазып тастаймын деп ойлай ма, мысалға енді жазған кезде былай рет-ретімен жазасыздар ғой. Осы айда істейтін әдеттерім, жаңадан қалыптасатын әдеттер. Сосын оқитын кітабыңыз, осы айда жасайтын сыйлық, мына жерге сыйлық жасауыңызға болады. Немесе жаңағы мамама шуба дегендей, жаңағы сыймай қалған шубаны мысалға мүмкін мамаңызға келетін шығар дегендей, немесе үлкен болып қалса сол кісіге келетін шығар дегендей. Жаңадан мына нәрсені істеп көремін дейді, мысалға осы айда істеп көретін нәрсеңіз. Сосын қазір айтам, әр күннің тұсында мысалға ақша есептейтін жер бар. Сонымен есептеп келіп, осы айда тапқан ақшаны жазасыз мына жерге, сосын жұмсаған жалпы шығыныңызды жазасыз. Енді күнтізбені қалай пайдаланған дұрыс? Бұл жерде менің ойымша мысалға сіздің қаңтардың 23-інде жаңағы дипломыңыздың алдын ала қорғау предзащитасы бар дейік мысалға. Соны жазып қоясыз. Мысалға мына жерге предзащита деп жазып қойсаңыз, ұмытып қалмау үшін дегендей. Алдын ала мына айды жоспарлауға керек дүние. Енді біз мына бос жерлерге жылдағы дәстүріміз бойынша бір мағыналы дүниелер сыйғызуға тырысамыз. Өздеріңіз оқып, содан бір ой түйетіндей, бір күш алатындай. Сосын енді әр күн осы жерде өте бір маңызды нәрселер бар. Мысалға бейсенбіден басталады екен алдағы жылымыз. Сіз сол күні шығындарыңыз бен кірістеріңізді мына жерге жазып қоюыңызға болады мысалға. Енді мысалға 1 қаңтар күні бір керемет көп пайда таппасаңыз, енді 1 қаңтар көбіне демалыс, нөлдік қоясыз, шығындарыңыз болса, мысалға 5000 теңге деген сияқты жазуыңызға болады. Ал бірақ 3 қаңтар жұмыс басталған күні мүмкін сізге бір 200 000 теңге түсетін шығар, мысалға.
қаламен ықшамдап әдемілеп жазып қоясыз. Шығын сол күні мысалға 0 болған шығар деген сияқты сөйтіп қосып айлық шығыныңызды, жылдық шығыныңызды шығаруға болады. Енді мына жерге не жазамыз деген сұрақ болады ғой. Әркім өзінше пайдаланады бұл жерде. Біреулер естелік жазады, біреулер жоспарын жазады. Мысалға әрбір жоспарын жазып, қасында былай птичка қойып отыруға болады. Орындалмай қалса былай істеп қоюға болады деген сияқты. Немесе үстінен сызып тастап отыруға болады. Мысалға бір жұмыс жаздыңыз, 1 қаңтар күні жаттығу жасаймын деп жаздыңыз. Сосын оны істегеннен кейін сызып тастайсыз деген сияқты өзіңіз жоспарлап пайдаланасыз. Енді мына жерде әр күннің тұсында 3 бір кішкентай шеңбер бар. Бұны сіздер әдет қалыптастыруға немесе бір жағымсыз әдеттен құтылуға пайдалана аласыздар. Мәселен бір кісілер болған, осыны темек тартуды қою үшін осыны пайдаланған. Мысалға біріншісін біреу темек тартуды қоюға арнады дейік. Бірінші қаңтар күні тартқан жоқ мысалға, бүйтіп белгілеп қояды. Екінші қаңтар күні мысалға ол тағы да бірінші дөңгелекшеге сол темекке арналады ғой, осылай белгілеп қояды деген сияқты өйстіп белгілеп отырады. Ал енді 4-ші қаңтар күні тартып қойды дейік енді. Ол күні белгілемейді. Сонда бірінші дөңгелекшенің артындағы кестесін толтырған кезде қаңтарда неше күн тартпағанын санайды мысалға. Міне бояйтын жердің біріншісі түрі. Қаңтарда мысалға ол адам 20 күн бойы тартқан жоқ дейік. 20 күн бойы өз-өзіне берген уәдесін орындады дейік мысалға. Бүйтіп 20 күнді белгілеп шығады, санайды ан жақтан санайды ғой. Сосын мысалға ақпанда одан гөрі кішкене көбірек тартпауға тырысады деген сияқты. Надан асыруға тырысады мысалға. Сонда бұдан графикасы шығады. Қай айда даму бар, қай айда түсіп кетті деген сияқты сол өз-өзіне есеп беру үшін керек дүние. Енді мысалға екінші күнді басқа бір нәрсеге арнайды. Екінші күнді ол керісінше күніне 10 000 қадамнан артық жүруім керек деп жоспарлауы мүмкін. Ол адам 10 000 қадамнан артық жүрген күндерін белгілеуіне болады мысалға. Шатасып кетпеу үшін қызылмен белгілеп көрейік оны. 10 000 қадам мысалға қаңтар күні жүрмей қалды дейді, оғын белгілемейді. Екінші қаңтар күні жүрді дейік мысалға, немесе бүйтіп бояп қояды. Үшінші қаңтар күні жүрді дейік мысалға. Осылай әрбір күнге мына әрбір дөңгелекшені белгілеп, енді 3 дөңгелекше, осы 3 дөңгелекшені жоспарлап белгілеп, мен осы жыл бойы мен осындай нәрсе істеуім керек, осындай нәрсе істеуім керек деп өзі жоспарлаған болса, соны орындайды. Осылай әр аптаны толтырып, мына астындағы бос жерлерде, мысалы қысқаша сөздер бар. Бұл сөздер сіздерге қосымша күш беретіндей, әр аптада мысалға күнделікті алған бетте бәрін оқып тастамай, апта сайын оқып отырсаңыздар, бұл сіздерге бір жігер беретін сөз шығар деп ойлаймыз. Мысалға Жүсіпбек Аймауытовтың сөзі тұр. Ерлік, қайрат дейді, үнемі ірі жұмыста көріне бермей, күндегі ұсақ түйек жұмыста да көріну керек дейді. Яғни адам деген үлкен шаруа болған кезде ғана батыр боламын, үлкен шаруа болған кезде ғана тұлға боламын деп ойламай, күнделікті өмірінде шағын, мысалы тазалыққа қарайтын қарапайым ұсақ түйек шаруаның өзінде адам сондай талапқа сай болу керек дегені ғой. Осындай мысалға жексенбі күндері кейбір айларда мысалға жексенбі күндердің орны бос болады. Ондай жерлердің бәріне біз үлкен ұлы адамдардың пікірлерін қостық. Енді әр айдың соңында мынандай қорытынды бар. Бұл қорытынды бағанағы дүние бар ғой, басындағы жоспар бар ғой, сол жердегілерді орындадыңыз ба, мысалға бітірген жұмыстарым, осы айдағы ең ерекше күн, осы айда мына әдеттерден тыйылдым, осындай сол тыйылғанның нәтижесінде осындай жетістіктерге жеттім, осы айда мына кітаптарды бастадым, міне оқуға кірістім, осы айда мына кісіге сыйлық жасадым деген сияқты өз-өзіңізге есеп беріп қоятын әдемі бет бар. Сосын жаңағы әрбір күннің тұсында жазған шығындарыңыз бар ғой, сол шығындарды қосасыз да, мына жерде осынша ақша жұмсадым, мысалға 200 000 жұмсадым, мәселен кейде. Сосын кірістерді есептейсіз. 300 000 теңге тауыпсыз мысалға. Енді 100 000 теңге қайда деген сұрақ туады. Сіздің қолыңызда 100 000 теңге болса, онда сіздің кассалық есебіңіз дұрыс шықты деген сөз, өзіңіздің. Осылай сіз бір жылыңызды келесі айда мысалға міне ақпанның ақша жинайтын несі басталды, беті басталды. Осы ақпанның соңына дейін сіз осынша ақшаны табасыз да, ол жерге де жабыстырып тастайсыз. Бұл жерде де жаңағындай дұрыс жұмсаған ақшам, бекер кеткен ақшам деген сияқты, бекер кеткен шығыным деген сияқты дүние бар. Енді ол сіз жылдың соңында мынан бәрін кесіп ақшаны алған кезде қарайсыз ғой, 12 рет жақсы жұмсаған жеріңіз бар, сәтті, 12 рет ақшаны бекер жұмсаған жеріңіз бар. Соны өз-өзіңізге есеп беруге бұл таптырмайтын дүние. Енді ақпанда да сөйтіп жазасыз, жаңағындай
әр күннің тұсында мысалға алдын ала жоспарлаған жұмыстарыңыз болса жазып қойып ұмытпайтын ең маңызды, сол күннің ең маңызды жұмысы. Осылай оқи отырып, осылай ақша жинай отырып, осылай өзіңіздің әдеттеріңізді қалыптастыра отырып, өзіңізді бақылай отырып, біздің күнделікпен бір жылыңызды өткізсеңіз әжептәуір бір жетістікке жететін шығарсыздар деп біз үміттенеміз. Бұл өзі жалпы адамның төрт түрлі дамуына арналған дүние. Бірінші жаңағы рухани дамуы, жалпы адамның ізгілікке қарай бет бұруы. Екінші интеллектуалдық жағы, жаңағыдай кітап оқу, әртүрлі адамдардың сөзін көріп, оқып ойлану деген сияқты. Үшінші жағы физикалық даму, мысалға мынау жылдың басындағы сурет, жылдың соңындағы сурет дегендердің бәрі соған арналған. Сіз әртүрлі жаттығу жасап, дене бітіміңізге қарайтын болсаңыз, одан кейін әрине қаржылық даму. Адамның қалтасына, өзінің ақшасына ден қоюы, сол арқылы түсініп, өзінің мәселесі қай жерде, ақша қайда кетіп жатыр, мықты тұстарын да тауып, мен ақшаны дұрыс жұмсайды екенмін, осы жағынан осыны дамытайын деген сияқты. Сосын үлкен бос жерлерде біз үлкенірек бір мәтіндерді бердік. Оның ішінде де өте жақсы дүниелер бар. Ден қойып оқитын болсаңыздар, бос жерлерде жалғасы осы бетте, басы осы бетте деп жазылып тұрады. Сіз соны қуып жүріп оқып шығуыңызға болады. Біздің осы күнделігіміз 9-шы рет шығып тұр. Бағасын неше жылдан бері өзгерткен жоқпыз, көбейткен жоқпыз. Қазір бәрі қымбаттап отыр, өздеріңіз білесіздер. Бірақ бұны 5000 теңге күйінде қалдырдық. Биылғы тиражы аздау. Сатып алып үлгеріп қалыңыздар. 2026 жыл сіздерге бір өте жайлы, жақсы жыл болсын деп тілейміз. Рахмет.